Biz tағы да Каспий теңізіне демалуға келдік. Біз мұнда жыл сайын келеміз. Бұл біздің отбасының әдеті. Әдемі теңіз, я? Я. Сенің атыңды толқын деп теңіз толқындарына қарап қойғаныңда, білесің бе? Я, анам айтқан. Менің теңізде бір досым бар. Досың? Теңізде ме? Я, оның аты Касик. Ол теңіздегі түлен. Ол да бұрын сен сияқты кішкентай болған. Мен сияқты ма? Айтыңызшы. Бала кезде адам мені жиі балық аулауға алып баратын. Ол әрқашан Каспий біздің досымыз. Ол бізге тамақ береді, бізді қорғайды. Сондықтан теңізді құрметтеп қорғау керек дейтін. Теңіз, сен сондай үлкенсің, а мен өте кішкентаймын. Теңіз, сен мені естіп тұрсың ба? Қорқпа, бұл түленнің баласы. Бәкен. Білесің бе? Теңіз саған дос тапқан сияқты. Сол күннен бастап біз дос болдық. Мен оны Касик деп атадым. Каспий теңізінің құрметіне. Содан бері теңізге барсам, Касик түкте. Ол әрдайым келетін. Біз көп сөйлесетіміз, Олжан. Жылдар өте келе, Касик көп сұрақ қоя бастады. Неге теңізден жамсыз иіс шығады? Медузалар неге ауырады? Ал балықтар неге кетіп жатыр? Бір шағала күлкілі қалпақ киіп алыпты. Жескісі келеді, бірақ ала алмай жүр. Ұша да алмай жатыр. Мен жауап таба алмадым. Мен кішкентай бала едім. Кеше су бетінде қара нәрсе пайда болды. Біз одан қашқымыз келді, бірақ ол кетпей қойды. Ол бізбен бірге жүріп, артымыздан қалмады. Бұл мұнай. Адамдар оны көлікпен кеме үшін алады. Бірақ кейде мұнай төгіледі де, теңіз зардап шекеді. Бүгін біз теңіздегі ең кәрі бекіре Бақи атаға сыйлыққа барамыз. Ол адамдар әкелген қара балдырға оралып қалған еді. Мен ештеңе айтпадым. Ол балдыр емес еді. Балықшылардың торы болатын. Сендер кемелер құрастырып кітап жазасыңдар. Бірақ сонша ақылды болсаңдар, неге бізге зиян тигізіп жатқанын түсінбейсіңдер. Мен Касикті сендіріп көрдім. Біз өзгердік. Табиғатты қорғап жатырмыз. Теңізді құтқарамыз деп. Бірақ жер бетінде тек 63 теңіз ғана бар. Ал адамдар 8 миллиард. Бұл оңай емес. Әлі де уақыт бар. Егер әр адам табиғатты құрметтесе, әлем таза болар еді. Сол үшін біздің отбасымызда шыны бөтелке ғана қолдану заң ба? Я, күнім, бұл біздің отбасымыздың заңы.
Ата, мен же Касикпен дос болсам бола ма? Қазір не дерімді білмеймін. Касик сәл қорқып қалған. Енді адамдарға сенбейді. Ол маған келмейді. Ал мен теңізге бара алмайым. Қартайып қалдым. Мама, пакет бере тұршы. Оны қайтесің, қызым? Мен теңізді аздап болса да тазартып алғым келеді. Тамаша, бір бөтелке азайды. Мынау да. Мынау да. Касик жасағына қош келдіңіздер. Табиғатты қорғау біздің басты міндетіміз. Енді сен Касик жасағының басты капитанысың. Біз теңізді таптаза қыламыз. Касик пен оның достары қайта оралады. Атам қатты қуанар еді. Енді біз де білеміз, және бәріне айтамыз. Табиғат біздің досымыз. Дұрыс, және біз оны қорғауымыз керек. Қане, Касик жасағын 1 жыл бұрын құрған қызды қарсы алайық. Балалар, танысыңдар. Бұл Толқын. Толқын, жасағымыздың ұраны есіңде ме? Біз теңіз үшін, біз жарық үшін. Касик бізге сәлем айтады. Дұрыс, Касик жасағы бұл кішкентай планета қорғаушылары. Мен саған өте ризамын, Толған. 1 жыл өтсе де, жасағың табиғатқа көмектесіп келеді. Және теңіз саған сыйлық дайындады. Теңіз саған тосын сый дайындады. Касик, сен қайтып келдің. Біз сені қатты күттік. Енді мен де сенің досың болдым. Рахмет саған, Толқын. Маған досымды қайта көруге көмектестің. Көрдің бе, Касик? Адамдар сені естіді. Енді қорықпаңдар. Ол не деді? Бұдан бұлай ешкім су астында күлкілі қалпақ кимейді дейді. Естисіңдер ме? Теңіз толқындармен сыбырлап тұр. Касиктің су астындағы достары енді таза әрі тыныш өмір сүруде.